кеуде керіп мақтанатын адамым, өмірдегі ең ардақтым бағалым. Көп болды ғой есту арман үндерін, алыстағы әке менен ананың. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын тума, туыс бауырлар, көрші көлем, құда жекжаттар. Ал енді бүгінгі әкеміз Сағынбайға, анамыз Нұрия Раушанға деп арнап жайып жатқан дастархан. Және осы дүниеге періштедей болып кеткен бейбіл қарындасыма деп арнап жайған дастархан. Бәріңіз де қош келдіңіздер. Енді әкем жайлы қысқаша айтатын болсам, әкем 22 жасында өтіп кеткен екен. Менің армияда жүрген уақытымда өткен екен дүниеден. Сол армияда жүргенде хабар келіп, соны Украинадан келіп, бір уыс топырағым салып әкем. Әкеге деген әркімде бір қимастық сезім болады ғой. Сол сезімді қысқаша видеомен жеткізгім келіп отыр. Әкеміз 18 жасымыздан бастап өзінің жұмыс жасап жүргенде вышка монтажный контораға кіргізіп, осы өмірдің қиыншылығына, жұмыстың бағыт-бағдарының бәрін үйретіп кетті барынша. Енді алдымда 2 апам, артымда 3 інім бар. Бауырлар 4 көзіміз түгелміз, Құдайға шүкір. Енді барлығыңызға да көп рахмет. Енді алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге көп рахмет айтып басымды иемін бәріңізге. Рахмет. Барлықтарыңызға көп рахмет. Жаңа жолдас айтып жатыр ғой әкем туралы. Енді мен анама тоқталатын болсақ, мама өте керемет кісі болды. Қонақ жайыдан болды ол кісі, өте бауырмал болды. Мені өзі 1986 жылы құда түсіп алды. Жолдаспен бірге отбасым отыр, шүкірміз, немерелеріміз бар. Өмірден ол кісі ерте кетті. 54 жас деген өте жас, 25-ке қараған жасында өмірден кете барды. Барлығын сол кісі үйретіп кетті. Әттең тірі болса, осының барлығы осы балаларының басы көз, 4 көзінің түгілдігінің амандығын көрсе, олар ма деген бізде де іштей бір қынжылдық болады. Сол уақытта біздер енді әкеміз бен анамызға деп, бауырымызға деп, бұл халқымыздың ағайын туысқанға ас беріп жатырмыз. Ол кісілер разы болар енді, әкеміздің атына, анамыздың атын қойып, кәсібімізді бастадық, Аллаға шүкір. Енді сол Көктем елді мекеніндегі картаға еніп, Нұрия деген автомобиль берілді, оған да қуанып жатырмыз. Әкенің тілегі, ананың дұғасы қабыл болады деген ризашылықтан, разылығымыздан, ол да бізге разы болар деген ниетпен ас беріп, әкеміз бен анамызға Құран хатым шығарып, бүгінгі ас беріп жатқан жайымыз бар. Алла тек тыныштығын берсін. Енді болашақта ұрпағымызға сабақ болсын, үлгі болсын, біле жүрсін деген. Қазір бәрі кескі ұмытылып бара тұр ғой. Әкені, ананы ұмытпау керек. Міне біз ұлықтап жатырмыз. Бұл келешекте өзімізді ұрпағымызға сабақ қой деп ойлаймын. Уақыт ұлыстас. Ол адам өмірін үнсіз жазады. Тағдыр парағын бірінен кейін бір аударады. Сол уақыттың бір парағында 1932 жылы Қызылқоға топырағында нәр дамып, бір сәби дүние есігін ашты. Бұл Қойшылы Сағынбай еді. Дала төсінде ер жетіп, еңбекпен есеген ұлдың өмірі адалдықтың айғағы болды. Руы ысық, қадырғыл жапалақ, тектінің ұлы еді. Сол кездің қиындығына мойымай, ерте еңбекке араласты. Жас жігіттің арманы биік еді. Елге қызмет ету, адал еңбегімен абырой табу. Жастық жалыннан нәр алып, дәм айдап, Гурьев қаласына жолы түсті. Мұнда ол мұнай саласы бойынша білім алып, жаңа өмірдің есігін ашты. Қарамаймен бірге табандылықтың дәмін татып, өмірдің нағыз мектебінен өтті. Жұмыс бабымен Прорва өңіріне табан тіреді. Темірмен арып алысқан ауыр еңбектің ортасында ерлердің бейнесі сомдалатын еді. Сағынбай да сол ерлердің бірі еді. Еңбек оның серігіне, маңдай тер оның нанын айналды. Жастық жігер, намыс бен адалдық ол өмірдің шамшырағы еді. Сол бір еңбек жылдарының арасында тағдыр оған
Нұрия есімді нәзікте қайратты жанды жолықтырды. Досмағал қызы Нұрия көркіне ақылы сай, мейір мен сабырлықтың иесі болатын. Екі жастың жүрегі табысып 1957 жылы шаңырақ көтерді. Осы сәттен бастап екі тағдыр, екі арна бір өзенге құйылды. 1958 жылы алғаш перзенті Майра дүниеге келді. Артынан Дәмел есімді қыз өмірге келіп, шаңырақ шаттыққа бөленді. Екеуі үшін өмірдің мәні, отбасы, берекенің бастауы болды. Көп ұзамай үйге ұл келді. Әкенің кеудесін мақтаныш кернеді. Ізім жалғассын деп, ұлына Жолдасқали деп ат қойды. Осылайша өмірдің арнасы табысып, жаңа тарау басталды. Дүниедегі ең қиыны сағыныш, ол ешқашан көрмейтін, ешқашан естімейтін, ешқашан келмейтін, ол ешқашан ешкім орнынан баса алмайтын, ол менің әкешім мен анашым. Ендігі тірі болғанда әкешім мені сарғызым деп еркелетуші еді, анашым тентегім деп еркелетуші еді. Сағынышпен еске аламын сіздерді. Жатқан жерлеріңіз жайлы болсын, жанаттың төрінде болсын орындарыңыз. Күн артынан күн өтіп, уақыт өз өресін кеңейтті. Сағынбай мен Нұрияның шаңырағы шаттыққа толы еді. Үлкен үйдің іші күлкіге, баланың өліне толды. Әке тірек, ана жүрек болды. Жолдасқалидан кейін Серікқали, Берікқали, Ғали дүниеге келіп, үйдің шамы жанды. Балаларға қарап, ата-ананың маңдай тері ақталды. Әке тіршіліктің мәні адал еңбекте десе, ана бір-біріңе қамқор болыңдар деп ақылын айтатын. Уақыт өткен сайын балалар бой жетіп, өмірдің түрлі жолына түсті. Қыздары бой жетіп, елі мен жеріне абыроймен ұзатылды. Майра таз әулетіне келін боп түсті. Дәмелі Киікбай отбасына келін боп барды. Ата-ана үшін ең үлкен қуаныш ұрпағының бақытты болуы еді. Жиендер дүниеге келіп, шаңырақтың шаттығын еселеді. Сол сәтте әкеміз көз қуанышы жиендерін көріп, мейірлене маңдайынан иіскеп, әсіресе арман атты сүйікті жиенін бауырына басып еді. Бірақ тағдырдың сынағы да қатар жүрді. Бір күні әке жүрегі сыр бере бастады. Ол ауырғанын білдірмей, ол қыздарының алдында күлімсіреп жүре берді. Себебі нағыз ер әлсіздігін көрсетпейді. Ол балаларына тірек болып қалуды өмірдің соңына дейін жалғастырды. Бірақ ажалдың да өз уақыты бар еді. Бір күні суыт хабар келіп, әке мәңгілік мекеніне аттанды. Сол сәттен бастап өмірдің үні өзгерді. Сағынбай кеткенмен оның ізі